Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге көк тамыр аурулары және оларды емдеу жолдары, сонымен қатар алдын алу шаралар туралы айтатын боламыз. Мені жоғалтып алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Біз көк тамыр ауруы жайлы сөз қозғасақ, көп жағдайда мұны варикоз деп түсінеміз. Алайда көк тамыр ауруларының түрі әлде қайда көп. Соларға тоқталып өтейік. Варикоз ауруы. Варикоз ауруы ерлер мен әйелдерде жиі кездесетін көк тамыр және қан тамырдың кең таралған ауруы. Варикоз кезінде көк тамыр қабырғасы жұқарып, қан айналым бұзылуы салдарынан көк тамыр кеңейеді. Көк тамырлы қабықшалардың тонусы жоғалып, соның салдарынан көк тамыр жолы кеңейіп, көк тамыр қақпақшасы деформацияланады. Варикоз көбіне ұзақ уақыт бойы отырып жұмыс істейтін, немесе екі аяғы тыным таппай үнемі жүгірісте жүретін, гипертониктар, қант диабетіне шалдыққан, жалпақ табан ауруы бар, омыртқасына зақым келген, гормоналды препарат қабылдайтын әйелдер, жүкті әйелдерде пайда болуы мүмкін. Флебит. Флебит көп жағдайда аяқтағы үстіңгі көк тамыр қабырғаларының қабынуы. Қабыну салдарынан қан айналым бұзылып, қанның ұюы туындауы мүмкін. Егер бұл ауруды дер кезінде емдемесе, онда ол созылмалы формаға айналуы, кейін тереңде жатқан көк тамырға зиян келетін тромбофлебит ауруына алып келуі мүмкін. Флебит кезінде адам ауырсыну сезінеді, зақымдалған көк тамыр айналасы қызарады және ісінеді. Адамның дене қызуы көтеріліп, әлсіздік пайда болуы мүмкін. Тромбофлебит. Терең тамырлардағы тромбофлебит бұл көк тамыр қабығының қабынуы салдарынан қанның ұйып қалуы. Тромбофлебит себептері: көк тамырдың ішкі қабығының зақымдалуы, көк тамыр жанындағы тіндердегі қабыну процесі, қан ұюының бұзылуы, сондай-ақ көк тамыр варикоз ауруының асқынуы болып табылады. Тромбофлебит егде жастағы әйелдерде, адамдарда жиі кездеседі. Ол ауырсынуға, ісікке, дене қызуының көтерілуіне, ауру туындаған жердің көгеруіне алып келеді. Көк тамыр жетіспеушілігі. Көк тамыр жетіспеушілігі бұл генетикалық тұқым қуалаушылық немесе аз қимылдайтын өмір сүру режимінің салдарынан туындаған көк тамырдағы қан айналымының бұзылуы. Бұл дерт көбіне орта жастан асқан әйелдерде кездеседі. Аяқтағы ауырсыну осы аурудың бастапқы кезеңдегі негізгі белгі. Бұл көк тамыр қақпақтарының жармасы дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты қан жоғары емес, төмен қарай жылжи бастайды. Көк тамыр ауруларын қалай емдейді? Варикозды емдеу. Варикоз ауруын емдеу тиімді болу үшін 5 қадам жасау керек. Біріншіден, мамандандырылған ауруханаға барыңыз. Себебі көк тамыр ауруларын қан тамыр хирург, флеболог емдейді. Ем мен профилактиканы тек дәрігер тағайындайды. Екіншіден, аяқтағы көк тамырды ультрадыбысты дуплексті сканерлеуден өткізіңіз. Бұл міндетті тексеру көк тамырдың жай күйін нақты анықтауға мүмкіндік береді. Үшіншіден, ұсынылған емді толық көлемде алыңыз. Бұл дәрі-дәрмекпен емдеу, компрессия, хирургиялық емдеу болуы мүмкін. Қандай да бір ем түрін жіберіп алмаңыз, себебі олар кешенді түрде тиімді бола алады. Төртіншіден, дәрігердің кеңестерін мұқият орындаңыз. Емдеу кезінде және одан кейінде сізге компрессорлы трикотаж кию ұсынылады. Компрессия көк тамырларда қан жүруін жақсартып, ем шаралардың тиімділігін арттырады. Бесіншіден, профилактикаға мән беріңіз. Жарты жылда бір флеболог дәрігердің тексеруден өту варикоздың қайта туындауына жол бермейді. Варикозды заманауи үлгіде және қауіпсіз емдеуде варикоз көк тамырлардың лазерлі коагуляциясы таптырмас әдіс болып отыр. Бұл әдіс кезінде қан тамыр қабырғалары жылу энергиясын әсерінен жабысып, одан кейін қан тамыр өздігінен сіңіп кетеді. Флебитті емдеу. Көп жағдайда флебит амбулаториялық жағдайда емделеді. Физиотерапия, стероидты емес қабынуға қарсы дәрілер, құрамда гепарин немесе траксивазин бар жақпа майлар. Қажет болса антикоагулянттар және антибиотиктер тағайындалады. Дәрігер компрессорлы трикотажды киюді емдеу кезінде демалуды, зақымдалған дене бөлігін үнемі жоғары көтеріп жатуды ұсыну мүмкін. Тромбофлебитті емдеу. Тромбофлебитті емдеу тактикасында аурудың қандай деңгейде екеніне байланысты. Медикаментпен емдеу кезінде антикоагулянттар, тромболитиктер, қабынуға қарсы жақпа майлар, өсімдіктерден дайындалған флеботониктар қолданылады. Егер ірің пайда болса, онда антибиотиктер беріледі. Қан ұйып қалу қаупі туындаған болса, хирургиялық әдіспен зақымдалған қан тамыр бөлігін алып тастайды. Көк тамыр жетіспеушілігін емдеу. Әдетте көк тамыр жетіспеушілігін емдеу кешенді сипатта жүреді. Оған медикаментті терапия, физиотерапия, компрессорлы киім кию, емдік дене шынықтырумен айналысу, аса қажеттілік туындаса ғана хирургиялық емдеу жатады. Аурудың дендеуіне әсер ететін барлық факторды жою қажет. Егер науқас семіздікке шалдықса, онда артық салмақтан арылу керек. Гормоналды препарат қабылдайтын болса, басқа дәрі-дәрмекке алмастырған абзал. Аз қимылдайтын болса, физикалық белсенділікке көңіл бөлу керек. Үй жағдайында көк тамыр ауруларын алдын алу.
Көктамыр ауруы неше түрлі болуы мүмкін, алайда оның алдын алу шаралары әдісі біреу ғана. Аяқты әсем әрі сау күйінде сақтауға көмектесетін негізгі қарапайым әдістермен мұқият таныса отырыңыз. Егер сіз бір орында ұзақ уақыт отырсаңыз, немесе керісінше күн ұзаққа аяқтан тік тұрып жұмыс істесеңіз, гимнастикаға бірер минут бөліңіз. Бірнеше рет отырып тұрып алға және артқа қисайыңыз, аяқтарыңызды айналдырыңыз. Бұл қан айналымын қалыпқа келтіреді. Қатты тоңу немесе ыстықтаудан аулақ болуға тырысыңыз. Себебі көктамыр қабырғаларының күрт жиырылуы немесе кеңеюі олардың созылғыштығын төмендетеді. Спортпен көп шұғылданыңыз. Жаттығу залына баратын уақытыңыз болмаса, кешкі уақытта таза ауада серуендеуді әдетке айналдырыңыз. Сонда қан айналымы жақсарып, аяқ пен көктамыр тонуста болады. Тым жабысып тұратын джинсы, резинкесі тар шұлық кимеуге, тар белдік тақпауға тырысыңыз. Мұндай қолайсыз киімдер қан тамырларын басып, қанның қалыпты жүруіне кедергі жасайды. Ыстық және суық суды кезектестіріп қолдану арқылы аралас душ қабылдау қан тамырларын қабырғаларын жақсы нығайтады. Дұрыс тамақтанып, майлы және ащы тағамдардан бас тартыңыз. Олардың орнына көк шөпті көп жеп, көкөніс пен жеміске басымдық беріңіз. Ең бастысы профилактикалық мақсатты дәрігердің тексеруінен өтуді ұмытпаңыз. Себебі кейде бұл ауру жасырын сипатта жүруі мүмкін. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.